Су маржаны жайлы ертегі. Ертегі ме әлде шынымен болған оқиға ма, оны енді білмейміз. Әйтеуір қазақ даласының аңызы осылай дейді. Одан бері талай заман, талай күндер өтті. Бірін-бірі қуалап, талай жылғадан су ақты. Ертеде Балқаш деген залымхан болған екен. Көрші отырған ауылдарды шауып, үйлерін өртеген. Талан-таражға түскен қазына мен 4 түлік малды жауынгерлеріне бөліп беріп, адамдарын тұтқынға алыпты. Жауыз болған сондай, жетімдердің көз жасына, аналардың қарғысына жүрегі бүлк етпейді екен. Ештеңе естімеген, ештеңе көрмеген кейіп танытыпты. Балқаш әр күнін тойлатып, думандатып өткізедіміз. Ақын біткен байды мадақтап, жардына қосса, жағымпаздар қолына су құйып, сөзін сөйлеп, ықыласына ие болуға тырысады. Шара-шара қымыз, қазан толы ет асылып жататын. Көз жететін жердің бәрі байдың игілігінде. Көк шалған жайылымдар, шөлейт дала, мәңгі жасыл шыршаның мекені болған. Тасбұлақтың суы мөлдірей аққан кербес таулары, қора-қора қой, үйір-үйір жылқысының көптігі сондай, санына жету мүмкін емес еді. Бірақ ең үлкен байлығы, көркіне, ақылы сай, Іле деген жалғыз қызы болыпты. Іленің көріктілігі мен ақылдылығына жан-жаққа аңыз болып таралған. Сұлулығынан күн ұялып, ұясына тығылыпты. Бетін қақпай өсірген ерке қызы 17-ге толғанда құда түсушілер келе бастайды. Бірақ Іле қыз олардың бірде-біріне көз салмайды. Сол елде Қаратал деген батыр кедей жігіт болыпты. Оған қоса атқан оғы мүлт кетпейтін мергенде екен. Өзінің кедей болғанына қарамастан үнемі жарлы жақыбайлардың сөзін сөйлеп, оларға көмектеседі екен. Халқы да оны жүрегінің кеңдігі үшін жақсы көріпті. Бірде Балқашқан үлкен ас береді. Бұл аста ақындар айтысып, жауырыны жерге тимеген палуандар белдеседі. Шабандоздар бәйгеге түседі. Осы аста Іле мен Қаратал кездеседі. Бір көргеннен бір-біріне тәнті болған екі жас тек іштей ұғысады. 8 қырлы, бір сырлы Қаратал бұл аста еркекше көзге түседі. Алайда Балқашқан қызы Іленің Қараталға ерекше ілтипат көрсетуін жақтырмайды. Оны қызына тең көрмейді. Қаратал Ілеге қанша ынтызар болғанымен арада алынбас қамал барын ұғады. Ол өзінің кедейлігі еді. Күндердің күнінде олардың махаббаты туралы қауесет Балқашқанға да жетіп, ол Қараталды терең зынданға тастауға бұйрық береді. Ал Ілені күні-түні күзетсін деп 40 күзетшіні қояды. Бай бұл уақытта қызын кәрі, дүние қор, бай басқанға қоспақ болып, тойдың қамына кірісіп кетеді. Арада көп уақыт өтпей, елдің түкпір-түкпірінен қонақтар ағыла бастайды. Ән айтылып, домбырадан күй де төгіледі. Тау жақтан тұяқ шабысы қойшылардың айғайы жаңғыртқанын естіледі. Таңда көрінетін жұлдыздардың жарқылы да шаңнан көрінбей қалған. Бұл Балқашқанның қызына асығып, қалың малын әкеле жатқан басқан бай болатын. Сондықтан шабандар мен жылқышылар күн-түн демей дебаңсыз табындарды айдап келеді. Үлдемен бүлдеге оранып, алдыңға малынған, басқан тойға дайындықты өзі басқарып жүр. От жағылып, қазанда ет бұрқ сарқ қайнайды. Ішіліп жатқан қымызда да есеп жоқ. 12 қанат ақ үйде жеңгелері сұлу қалыңдықты кейіндіріп жатыр. Бірақ езуінен күлкі, көзінен қуаныш байқалмайды. Ауру меңдеген жандай әппақ болып кеткен. Көзінен аққан жасы бүкіл бетін жуады. Ақ көйлегі күміс жіппен зірленген. Тұла бойы қымбат тастармен көмкерілген Ілені кәрі кеу жігіт басқанға апара жатқан сұлу жұлдызға ұқсап тұр еді. Домбыраның даусы қалыңдықтың күйін сезгендей көңілсіз, зарлы шықты.
Кенет алыстан тұяқ дүбірі естіледі. Қонақтар абыр-сабыр болып, басқаның түрі өзгеріп шыға келеді. Балқашқанда сасып қалады. Бұл шауып келе жатқан тұтқындағы қаратал еді. Көмірдей қап-қара, желмен жарысып, аузынан ақ көбік аққан тұлпарға мініп келеді. Қараталдың көзінен от ұшқындайды. Киімі қанға боялған, ауыр шайқаста қылышы да сыныпты. Өзі болса сол қолмен жаралы иығына ұстап келеді екен. Ілені атына мінгізіп алып шаба жөнеледі. Қалыңдықтың әппақ көйлегі болт секілді қараңғыға сіңіп жоқ болады. Балқаш хан ашуға булығып, артынан 3 қуғыншыны жібереді. Бірақ Қараталдың астындағы қара тұлпары оларға жеткізбей тайқып кетіп отырды. Сөйтіп, қуғыншылардың барлығы да амалсыз кері қайтты. Бұрынғысынан бетер қаһарланған хан түлкіге айналып соңдарына түсті. Бұл жолы да батырдың тұлпары оқтай зулап ұстатпады. Сол кезде түлкі құйрығын бұлған кеткізіп, сұр қасқырға айналады да қуа жөнеледі. Қасқыр қос қашықты ұзақ қуды. Күнде батуға айналды, бірақ жете алмай қойды. Кенет қасқыр бүркітке айналып, аспанға көтеріледі де, төмен қарай зулай жөнеледі. Қара тұлпар құраңғысты көріп, артқа аяғын тіктеп тұра қалды. Бүркіт қанатын жайып жіберіп, Балқаш ханға айналып шыға келді. Ханның түрі адам шошырлықтай, ызадан түтігіп, қап-қара болып кеткен. Сол мезетте қос қашыққа қарғыс айтып жөнелді. Жел тұрып, жер қақ айырылды. Көкте күн тұтылды. Айналаны қараңғылық басты. Айналыңдар ағыны қатты өзенге, қосылуға кедергі боп сендерге. Айналамын менде үлкен көлшікке. Арада талай ғасыр өтсе де, қосылмаңдар сендер мәңгіге. Міне, кәрі Балқаш қызы Іле мен оның сүйіктісі Қараталға осылай теріс батасын берген екен. Содан бері талай ғасыр өтті, тағы 100 жылдар өтер. Кең жазираның құшағында Балқаш көлінің толқындары жағаға ұрып жатыр, ал Іле мен Қараталдың суы шөл далаға сіңіп жоқ болады. Қараталдың суы қайғыға толып, лайлы болса, Іленікі өзі сияқты мөлдір, топ-тұнық бірақ көңілсіз. Көнекөз қариялардың айтуынша, сол кезден бастап адамдар өзеннен жалп-жұлт еткен әппақ маржан тастар тауып алады екен. Бұл Іленің ғашығы Қараталды сағынғандағы көз жасы болса керек. Дәуіт атай Шағылқұмды уыстап алды да, саусағының арасынан су сытып жіберді. Міне, құмда суып қалыпты. Қой, үйге қайту керек. Сөйтті де, ойып алған аяғын созып, орнынан тұрды. Ағаңа ренжігенің дұрыс болмапты, деді қария кібіртіктеп. Шынымен де сенің оқуың керек емес пе? Ешкім оқымаса, жаңа өмірді кімдер бастамақ? Ұялғанымнан төмен қарадым. Мен бар болғаны ақша жинап, етік сатып алғым келген, дедім салым суға кетіп. Үйде үшеуміз бір етікті кезекпе-кезек киеміз. Қыста мектепке жалаң аяқ баратында кездерім болады. Мәселе қайда жатыр десеңші, деп Дәуіт атай басын шайқады.